Эдгар Аллан По. Қара мысық. 4 бөлім. Енді мен бұл жалғандағы пенденің барып тұрған бақытсыз бейшарасы болдым. Мен өлтірген мысыққа ұқсас қарғыс атқыр мақұлық, сол қарғыс атқыр мақұлық бақшиын қарап, мені құдіреті күшті Тәңірдің бейнесімен жасалған адамды соншалықты жан төзгісіз қасіретке душар етті. Күні-түні тыныштық дегеннің не екенін ұмыттым. Күндіз бір пәс қасымнан аттап шықпайды. Түн болса түсімде бір сұмдықтармен арпалысып, сағат сайын оянамын. Бетім сол мақұлықтың ыстық лебін сезсе, кеудемді зіл батпан салмағы басып жығады. Өмірімнің ақырына дейін жан жүрегімді жеген сол ғаламатты ысырып тастауға шамам келмеді. Бұл қасірет менің жан дүниемнен ақырғы ізгілік сезімін аластады. Мен енді қастандықтан, адамның миына келмейтін, ең барып тұрған қара ниет, қастандықтан бөтен ештеңе ойламайтын болдым. Әдеттегі тұнжыраған тұйықтығын бүкіл жан жануар атаулыға, барша адамзат баласы атаулыға деген өшпенділікке айналды. Менің жүн жосықсыз аяқ астынан бұлқан талқан болатын жүгенсіз долылығымнан әсіресе әманда бетіме келуді білмейтін сабырлы да салмақты елім мейлінше көп тауқымет тартты. Бірде шаруамыз болып, екеуміз кедейліктің кесірінен өзіміз тұрған ескі үйдің подвалына түстік. Ізімнен ілесе шыққан мысық аяғыма орала берді де, тік баспалдақтан түсіп келе жатып, сүрініп кеттім. Оқыста мойын омыртқам үзіліп кете жаздады. Ашу қысып, есім шығып кетті. Бұған дейін тежеп келген үрейді ұмытып, балғаға тап бердім. Енді болмағанда мысықты сол жерде шарт шауып тастауға бар едім. Әйтеуір әйелім қолымды ұстап қалды. Оған қарағанда дию перінің ашуы да түкке тұрмайтындай долылықпен қолымды жұлып алдым да әйелімнің басын балғамен қағайырдым. Ол тіл тартпай сұлап түсті. Сол қаншерлікті жасағаннан кейін мен асықпай, саспай, енді өлікті жасырудың айласын қарастыра бастадым. Көршілердің көзіне түспей, оны күндіз немесе түн жамылып алып шыға алатынымды жақсы білдім. Басыма әрқилы ойлар келді. Алғашында мүрдені бұтарлап, шауып, пешке жақпақ болдым. Содан соң үйдің подвалына апарып көмуді ұйғардым. Одан кейін маған ауладағы құдыққа тастаған жөн болар деген. Әйтпесе жәшікке салып шегелеп, жүк тасушыны жалдап әкеліп, үйден алып шықсам дегенде ой келді. Ақыры бәрінен де оңтайлы әдіс тапқандай болдым. Мен кезінде орта ғасырдағы билеушілер жасағандай өлікті екі қабырғаның ортасына салып, жымын білдірмей қоса өріп жіберуге ұйғардым. Жалғасы бар.